Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазір ғана жаңағы кәсіби боксшылардың өнерін тамашаладым. Энтони Джошуа мен Александр Усиктің әлем чемпионы титулына екеуі күресіп, жаңағы Александр Усик украиналық боксшы ұпай санымен ұтып кеткен екен. Соған байланысты жаңағы бойдан кейін пресс-конференция болған екен. Пресс-конференцияда Александр Усик украин тілінде сөйледі. Оның алдында қанша байқап жүрдім, Александр Усик орыс тілінде сөйлейтін. Сол сияқты қазір көп адамдар тек қана украиндықтар ғана емес, орыс тілінен бас тартып өз ана тілдерінде сөйлеп жатыр. Ол да бір жақсылықтың нышаны. Мысалға, бұрын ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы болған Альнур Мусаевтың Facebook парақшасына кірсеңіздер де посттарын қазақша жазатын болыпты. Ол адамда жаңағы шетелде қашып жүр ғой. Өз жазбаларын ана тілінде, қазақ тілінде жаза бастапты. Осының бәрі бір өзгерістерге әкеп соғатын сияқты. Қалай ойлайсыздар?